Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Біз өткен сабақта омонимдер туралы өткен болатынбыз. Бүгінгі өтетін сабағымыз сөздің тура және ауыспалы мағынасы. Сөздің затты немесе құбылысты атап білдіретін мағынасы тура мағына деп аталады. Тура мағына әр заттың өзіне тән жеке мағынасы болып табылады. Сол арқылы біз оны айыра аламыз. Мысалы, сөздің тура мағынасы мектеп, теңіз, кеме. Заттарды атаса, ұзын, ыстық, биік, жақсы деген сөздер заттың сынын. Ал оқу, жүру, жүзу деген сияқты сөздер қимылды атайды. Сөздер тура мағынада айтыла бермейді, ауыспалы мағынада қолданылуы да мүмкін. Сөздің ауыспалы мағына деп сөздің қолданылуы барысында пайда болатын туынды мағынасы. Ол сөздің тура мағынасының негізінде туындайды. Мысалы, теңізде кеме жүзіп жүр. Немесе білім теңіз, мектеп кеме. Өнерлі өрге жүзер. Бірінші сөйлемдегі теңіз, кеме, жүз сөздері тура мағынасында жұмсалса, келесі сөйлемдерде ауыспалы мағынада жұмсалған. Сөздің бастапқы мағыналы бөлшегі бізде түбір деп аталады. Түбір сөздер деп аталады. Түбір. Мысалы, мектеп, бас, ой, тіл, ақыл, біл, өт, сұра, жүр, ақ, сары, ұзын, 8, 20 тағы басқа. Бұлардың барлығы бізде түбір сөздер. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар. Біздің YouTube арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.